Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, нәзік, хит рецепт, дәмі сникерс сияқты сникерс милкасын әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осындай керемет те дәмді хит рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқамыздың үстіне қантымыз салып, айранымыз саламыз. Какаомызды міндетті түрде електен өткіземіз. Алдын ала електен өткізілген ұнымыз саламыз. Бөлме температурасындағы сары майымыз саламыз. Сұйық майымызды құямыз. Тұзымыз саламыз. Ас содасын саламыз. Разрыхлитель саламыз. Жақсылап біріккенше миксерлейтін боламыз. 9% уксус құямыз, қызыл бұрыш салып, біріккенше жақсылап лапатан көмегімен араластыратын боламыз. Алдын ала қызып тұрған духовкамызды 170 градусқа ысытып, 50-60 минутта пісіріп алатын боламыз. Формам диаметр 26 см. Дайын болған бисквитімізді бөлме температурасында толықтай формамен бірге суытамыз. Толықтай суып болған бисквитімізді қолымыздың көмегімен ұсақтап милканың коробкасына саламыз. Енді вареный сгущенкамызды ыдысымызға салып, менде Def фирмасынкі, үстіне арахисті салып, жақсылап араластырамыз. Менде 6 дана милка шықты. Бисквитіміздің үстіне дайын болған карамелімізді салып, үстіне крем жағып, кремнің үстіне ұсақталған бисквитімізді салып, тегістейміз. Бисквитіміздің үстіне крем жағып, теп-тегіс етіп жайып шығамыз. Алдын ала шоколадымыз бен сливкімізді ертіп қойғанмын. Үстіне арахисіміз салып, майдаланған арахисіміз салып, милканың үстіне құйып шығатын боламыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, комментарий қалдыруды сұраймын. Алдыңғы уақытта түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған бауырсақ фуд ас болсын.